Теміртауда Саматшы. Самат не істеп отырсың? Телефон алып тұрса. Алып тұрса дегенде сатып отқан неше дегенде сатып отырсың? Көтерілем. Мен 3 сет 1 минут банка сатамда мен көтеріп кетем. Алып тұрса телефон алып тұрса бауыр. Қанша теңге болады? Телефон алып тұрса деймін. Телефон ал. Саламатсыз ба апа, қалайсыз? Ауырмай жүрсіз ба? Ауырамыз, жас келгесінде. Жас келгесін ауырамыз ғой. Бақыттысыз ба? Бақытты болар едім, қызым қайтыс болып кетті, шалым кетіп қалды. Балаларым, қыздарым ренжітпейді, жақсы. 3 қызым бар, немерем бар. Олар ренжітпейді, мыңда рахмет. Бірақ үлкен қызым қайтыс болғаннан бері қазір кетті. Одан кейін шал кетіп қалды. Иманы саламат болсын апа. Жастар аман болсын, жастар, сендер аман болыңдар. Ақылды болыңдар, әке шешелеріңді сыйлаңдар. Біз сендер үшін өмірімізді бердік. Түнде тұрып, күнде тұрып, балаларым не болып отыр, не істеп отыр деп қайғырып. Енді сендердің кезектерің келді. Анам мен әкем сыйлауға. Біз жоқ болғанда іздемеңдер. Қазір біздің тіршілігімізде бізді сыйлаңдар. Жоқ көп керегі болған. 43 жасында кетті. Аты Құралай. 43 жасына кетті. Сол міне 6 жыл. 6 жылда 6 күн ұмытқан жоқ. Күнде отырып есінде алам. Әрбір сөз есінде қалды. Одан кейін шал кетіп отырды. Қайғы сол. Шал енді 73-ке келмей кеттік. Енді шал жарайды, енді қимайсың ғой, бәлен жыл өмір сүрген. Ана қызым бәтшесі ең ақылды еді. Ақылында еді. Бәрі мен қасында мен бітті ренжісем қамып қалады. Қайден білейін, Алладан аса алмаймыз қойса. Хадиша апа, сізге кішігірім халықтың атынан сыйлығымыз бар еді. Мына 100 000 теңге. Неге? Алыңыз. Бұл 100 000 теңге оразаға байланысты. Халық сізге көмектесіп жатыр. Алыңыз. Неге құлым көп қой? Көп емес. Алыңыз апа. Алыңыз апа, өтініш. Қолымызды қайтармаңыз. Мынау көп қой жаным. Көп емес апа. Бұл сізге. Мыңда рахмет жаным. Пенсия алам. Пенсия алып, бес алған. Түнкі 5.000 қосты. 70 қазір 7.000 қосты. 77.000 алам жаным. Көп қой. Көп емес апа, ол сізге. Жастарға құмыр берсін. Жастарға бақыт берсін. Елімге тыныштық берсін. Қазағым аман болсын. Берген көмектерге мыңда рахмет. Алладан Алла разы болсын. Жаным түс жоқ. Алла бір, Алла қыздары ванны алып берген. Соны қойдыруға 45 мың ақша керек деді. Кеше барып көршіден сұрап алған. Міне Алланың көмегі осы емес па? Алла берді. Алла берді сізге. Әуел Алла, одан кейін сен келіп мен көріп беріп атқанға разы болып отырмын жаным. 45 000 теңге сіз көршіңізден қарызға алып едіңіз бе? Әлгі ванныға қоюға ақша керек екен ғой. Оразада көрдіңіз ба? Алла сіздің тілегіңізді қабыл етті. Алла бар ақиқат. Бар жаным. Бірдеме болса жылаймыз ғой жаным. Алла Раббым Алла жаратқан Аллам деп тек қана Аллаға жылаймыз. Ешкім сұраймыз. Одан басқа қолымыз жоқ. Одан басқа жанашырымыз жоқ жаным. Тек Аллам. Әуелі Аллам, одан кейін қазақтарым аман болсын, қазағым аман болсын. Біз қазақ сондай бір-бірімізге көмек беретін адамбыз ғой жаным. Мыңда рахмет, Аллаға тәсін береді, мыңда рахмет. На 4600 где-то так. Ага. Сосын бала әкеп береді, материал. Сосын сауда жасаймын, сосын ақшасын берем. О бала айтады, апа, әбден басып кетіпсіз деп.
Үйден шығыз, мына... Тегін бере ма балықты сізге? Материал береді, сатам, сосын ақшасын берем. Үйде отырдым ғой, соны айтады. Үйде базып кетті, сізге таппал. Сауда жасайшы деп мен тұрып қойды, Нұрлан деген балам. Апаның өшерде апаның супермаркеті. Достар, апаның супермаркеті деймін. Мына кісілердікі бұл, анау кісілердікі ұстап кетеді. Бірге сауда жасаймыз ғой. Ұстап кетеді, менікі мынау, ана, соленье, варенье. Сендер аман болыңдаршы, біз қойшқары құптан, сендер жастар аман болсын. Еліміз тиістік болса болды жанымыз. Бір-бірімізге қарсы шықпасақ болды қазақтар. Ойламаған деді, міне, Алла дедім, міне қалай ойламай. Алла итепті ғой сен маған, а? Жыламаңыз апа, бәрі жақсы болады. Әрбір атсалысып жатқан ағайындарға Алла разы болсын, көп-көп рахмет. Достар, міндетті түрде маған тіркеліп қойыңыздар. Ең басты төменде Каспий Голдтың номері. Міндетті түрде атсалысыңыздар. Алла қаласа келесі мұқтаж кісілерге көмектесейік, бірігейік.